көп болып кетті, соған садақа берген дұрыс па дейді. Енді ол кәсіпке айландырған адамдар, бірақ бізде бір ереже бар, Құранда келеді, аятта да, сұраушының қолын қайтарма дейді. Сол күйде емессің ғой сен. Баяғыда біреу айтады, не үшін беруің керек деп. Сен сондай болмағаныңа, Құдай сені сондай қылып қоймағанына, қайырлендіріп қоймағанына көп емес, бір 5 теңге, 10 теңге меліш салып жүр, бүйтіп қойсаң жақсы болады. Шафран деген не? Шафран деген шөп. Сол шөптен жаңа краска жасайды. Сонымен шашты бояйды сондай цветке. Содан кейін соны жазады жаным. Түсінде жеңілдегенді көрдім, өзім жүктімін енділер. Иншалла ақыры жақсы болады. Аман есен босанасың, аяқ қолын жинайсың жаным. Құрбан айтта малды сойып таратқан дұрыс па, или ет асып беру керек па адамдарға? Екеуі де жақсы. Екеуі де жақсы. Шетінеген баланың басына тас қойылады ма? Қойылмайды негізі. Садақаны кімге беремін дейді, сауап көп дейді. Садақаны ақша емес. Бірінші осыны сөйлейінші садақа туралы. Жиі айтып жүрмін десе де. Садақа күллу маруфин садақа. Барлық жақсы іс садақа болады. Садақа деген тегіше ақша беру емес. Кейбіреу болады, ақша береді де, артынан боқтап, күнә істеп, садақасын жуып шаяды. Айналайын. Садақа деген жақсы амал. Садақа деген жолда жатқан тасты алып тастау, садақа деген аузына ие болу, садақа деген жаман сөз өсек тыңдамау, садақа деген көзбенен жақсы нәрсеге қарау, садақа деген дұғашы болу отанына, садақа деген балаларды оқыту, садақа деген ұрпақты дұрыс тәрбиелеу, садақа деген жақсы ой ойлау, садақа деген елдің тілеуін тілеу, садақа деген ұлттың тілеуін тілеу, садақа деген өзін түзету, садақа деген амалын түзету, садақа деген пейілін түзету. Осының барлығы садақа. Садақа деген тек қана ақша берудің аясында ғана шектеліп қалғанбыз. Мал союмен ғана шектеліп қалғанбыз. Малдың байқұстың малда мал қалмайды сойғанда. Бізден артық адам жоқ жер бетінде мал сойғыштымыз. Номер бірінші қазақ осы мал союдан. Не шықты содан? Өзгердік па бәріміз? Құрба, жақындау. Содан не жақындап кеттік па Құдайға? Қай жеріміз жақындап жатыр? Қай амалымыз жақындап жатыр? Қай ісіміз жақындап жатыр? Айтшы. Құрбан шалып боқтасақ, құрбан шалып өзгермесек, малды соя беріп, малда мал қалмаса, қандай ахуалға жеттік біз сонда? Сол үшін ардақтылар, мал сою, садақа беру деген, ол тек қана оның аясын, өресін тарғымаңыздар. Садақа деген біреудің артынан жақсы сөз сөйлеу, бата беру болады, пейіл беру болады, пейілді түзету болады. Шайтан айтады екен, мен адамның құлшылығын бұзбаймын. Мен адамның намазын, құрбанын, садақасын бұзбаймын. Не істейсің? Мен адамның пейілін, ниетін бұзам деген екен. Пейілін бұзады. Пейілін бұзса, қалған нәрсен бәрі өздігінен бұзылады. Сол үшін бүкіл құлшылықтың басы ниет болады. Ниет дұрыс болсын. Құрбан айтқа шалған малды толық асу керек па? Құдай қаласа алдымыздағы бір үлкен эфир арнаймыз ол туралы. Құрбан айттағы малды өзіңіз білесіз. Асасыз ба, жейсіз ба, таратасыз ба, шикілей таратасыз ба, жартысын таратасыз ба, полный таратасыз ба, полный жеп қоясыз ба, өзіңіз білесіз. Үйленейін деп жүрген сүйген қызыма сырттай дұға жасасам қабыл бола ма? Аман болсын деп жасасаң қабыл болады. Маған тиіп алсын, Алла, менен көзінен басқа ешкім көрінбей, тек қана маған ол сен жақты көрмесеш. Сен зорлап қатыңылай деппін. Сен ол саған ұнайды. Саған ұнаған не сөз? Оған сен ұнамасаңшы. Не болады онда? Қалдабай деді үйленіп аласың ба, не болады? Басын айландырып? Болмайды олай. Саған қайырлы ма, қайырлы емес білмейсің сен. Пітір садақа бермеген едім оразада. Соны қазір берсем бола ма? Ол кезде ақшам болмаған еді. Жаным, саған міндетті емес ақша болмаса. Сада ол ақшасы барларға ғана міндет, байларға ғана міндет. Сенің аман жасағаның, сенің дұға жасағаның, сенің жақсылыққа өзгергенің осы садақа болады, жаным. Құрбан айтта қайтқан адамдарға бөлек-бөлек мал салу керек. Қайтқан адамға мал салынбайды, оны шек дейді. Айттан бұрын береді, Құдайым мал. Ал ас болады. Құрбан адам тірі болу керек. Өлген адамға шалынбайды, тірі адамға шалынады.
Тірі адам болу керек. Енді өзіңе сойып болғаннан кейін бір әкеме сауабы болсын, бір өліп қалып еді әкем, бұл тірісінде сойды ма соймады ма, Алла соны сол атамның әкемнің атынан бір балық қояйын десең, бай болсаң, шал қабыл болсын, жағдай жоққа бересің. Ол да бір қуанышты жақсы амал. 2-3 балаға бірдей ақиқа жасауға бола ма? Себебі жағдайымыз жеткіліксіз дейді. Вообще жағдайың жеткілікті болса, ақиқа деген вообще керек емес нәрсе. Ақиқа деген өзі қалжа қазақтың. Анау әйеліңе жақсы қара, әйеліңнің қарнын тойғыз, сүті мол шықсын, сүтті шайды көп ішкіз. Содан кейін жақсылап тұрып, май салып тұрып, сары майды аузына сал соны. Сенің балаларың дардай толық, томпиғаннандай болады. Сондай бал соны жақсы қара. Сол қарасаң, сол ақиқа болады жаным саған. Ақиқа деп жаныңды қинап, өзіңді қинап, қарызға батып, бір жағын жаба алмай жүрген кезде жасама. Шалбар киіп дұға жасаса қабыл бола ма? Қабыл болады. Жасай бер. Енді смотря қай жерде жасайсың тағы да. Мешітке кіріп алып, тырыстырған шалбар киіп алып, мини юбка, лямка киіп алып, елдің жүрегін ауыртып, дұға қылғандар не дұға жасап атқанын ұмытқап жүрмесін. Не сұрап атқаны деп өзі деп. Зам-зам мен баланың бетін жууға бола ма? Болады. Ішкізген жақсырақ бірақ. Ол туса 2 қой, қыз туса 1 қой дегенше, ол міндет емес. Ол сауапқа жақын амал. Міндет емес. Өлсең тірілсең 2 қой сой деген. Қойдан басқаны бітіріңіздер. Сол баланы тәрбиелеген жер бетінде қанша қой бар, қанша миллиард қой бар. Сол қойдың бәрін сойып тастағаннан жақсы. Соның бәрін сойып тастағанша балаңа жақсы тәрбие берсең, даже өзіміз кетіп қалсақ, балаларыңыздың сауабы келе береді. Валадун салихун жақсы бала.